Саламатсыздар ма пайдаларына көрермендері? Бүгінгі видеомызда тарының емдік қасиетін айтатын боламын. Видеомыз бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақыл деп те атайды. Себебі тары қуаңшылыққа, аңызаққа және ыстыққа төзімді. Диқандардан көп күтімді талап етпейді. Тарының тағам ретінде құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге, емдік қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиетімен бірге, адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар екендігін айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті. Аллергияға әсер етер глютен жоқ. В тобындағы дәрумендерге бауырға қажетті колинге бай, сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы бар. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда үйіп қалған қалдықтарын сыртқа шығаруда үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескерту: тарыны шамадан көп жеуге де болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсер тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққанда жеуге болмайды. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Видеоларымды жіберіп алмаңыздар.